Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қазанның 23-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Тоқта. Шапшаң қадамдар жасамаңыз, кәсіби салада үлкен өзгерістер болмайды. Жаңа адамдармен қарым-қатынас кезінде сақтықпен алдын ала ойланыңыз. Торпақ. Сізді ескі достармен және жаңа таныстармен кездесулер күтеді. Бірақ кез келген жеке қызығушылықты қарым-қатынастан алып тастауға тырысыңыз. Енді сіз іскерлік кездесулерді, келіссөздерді, құжаттарды қол қоюды жоспарлай аласыз. Егіздер. Бүгін сіз ұсақ тек нәрселерге алданып қалмауыңыз керек. Сондықтан өзгерісті тексеріп, әмияныңызды қадағалаңыз. Ұсақ ұрлықтар болуы мүмкін. Тек жаңа және табиғи тағамдарды жеуге тырысыңыз, өйткені улану мүмкіндігі бар. Шаян. Жақындарыңызға жеңіл қарамаңыз. Сіз өзіңіздің мінез-құлқыңызбен немесе сөзіңізбен ренжітуіңізге болады. Тіпті өзіңізде байқамай қаласыз. Мұқият болыңыз. Арыстан. Енді көптеген істермен жауапты шешімдер қабылдау керек. Тек даулар мен жанжалдарға араласудан аулақ болыңыз. Дүкенге сапарлар сәтті болады. Сондықтан сатып алулармен өзіңізді және жақындарыңызды еркелеткен жөн. Бикеш. Бұл кезеңде назарыңызды ұсақ текке шашыратпаңыз. Ең басты нәрсеге назар аударыңыз. Эмоциялар сізді тек мазалайды. Сондықтан кез келген мәселені шешуге салмақты көзқараспен қарауға тырысыңыз. Тараза. Бұл күн коммуникацияға, келіссөздерге, іскерлік құжаттарға қол қоюға қолайлы. Енді даулы мәселелермен күресу оңай болады. Қаржы мәселелерінің жағдайына назар аударыңыз. Тәуекелді операциялардан аулақ болыңыз. Таныс емес тексерілмеген адамдармен қарым-қатынас жасамауға тырысыңыз. Сары шаян. Жақындарыңызды олардың істеріне және тәжірибелеріне назар аудармай ренжітпеңіз. Жаңа әскери серіктестерден сақ болыңыз. Тым көп уәде беретін адамдарға сенбеуіңіз керек. Егер жақын адамыңызбен қарым-қатынаста бірдеңе сізге сәйкес келмесе, қорытынды жасауға асықпаңыз. Мерген. Жұмыстағыдай жеке салада да қазіргі қатынастарды қайта қарау кезеңі басталады және оларды ең жоғары деңгейге шығару ықтималдылығы жоғары. Жаңа байланыстар мен таныстар тез пайда болады. Тауышқа. Күн өте үйлесімді, барлығы тепе-теңдікте. Күштің белгілі бір артықшылығын сезінесіз. Оны шығармашылық бағытқа немесе физикалық белсенділікке бағыттауға болады. Әйтпесе энергия агрессивті әрекеттердің жолын таба алады. Су құйғыш. Суық тию қаупі бар. Ашық ауада болу мүмкіндігін табыңыз. Жағымсыз салдардан аулақ болу үшін металл заттармен және отпен мұқият жұмыс істеу қажет. Балықтар. Бұл күн эмоционалды тұрақсыздықпен және психикалық мазасыздық сезіммен сипатталады. Көңіл күйдің зорлық-зомбылықтан толық апатияға дейін негізсіз күрт өзгеру ықтималдылығы жоғары. Күн энергия мен ресурстарды мақсатты түрде жұмсауды қажет етеді. Қазанның 23-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».